Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ертеден келе жатырған біздің әжелеріміз дайындап өткен осындай дәнді дақылдардан көже жасау жолын ұсынатын боламын. Бұның бір ерекшелігі, салқын күйінде тұтынсаңыз шөліңізді басады, немесе дәнді дақылмен бірге беретін болсаңыз қарныңызды тоқ қылатын осындай дәмді көжені менімен бірге жасап көріңіздер. Осындай үлкен ыдысымызға жасайтын боламын. Мен 8 литр су құйдым. Енді осының үстіне 300 грамм жақсылап жуылып тазаланған арпаны салып, қайнағанын күтетін боламыз. Бұл сусынды ашымалы сусын, яғни ашытып жасайтын боламын. Холодильникке салып, сақтап қойып іше берсеңіздер, дәмі деген енді керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Біздің көжеміз қайнайын деп жатыр. Енді осының бетіндегі шыққан көбіктерді алып тастайтын боламын. Баяу отта 1 сағат, 1,5 сағат қайнатсаңыздар, сіздің арпаңыз толықтай пісіп шығады. Бір жарым ас қасық тұзымызды салып, қайнатып алатын боламыз баяу отта. Мінекей біздің көжеміз дайын, 1,5 сағат көлемінде қайнады. Енді газымызды сөндіріп, салқындағанша күтетін боламыз. Ыстық күйінде айран қосуға болмайды. Толықтай көжеміз суыды, енді оның үстіне айран қоса беруге болады. Бұл жерде 1,5 литр айран қосқан болатынмын. Жақсылап араластырып аламыз. Енді 2 кішкентай кусок осындай нанымызды салып ашытатын боламыз. Мен таңертеңге дейін қоятын боламын. Қақпағын жауып, таңертеңге дейін күтеміз. Мінекей нанымызды бетіндегін алып тастадық. Көжеміз дайын. Енді осындай ыдыстарымызға құйып, салқын жерге сақтасаңыздар болады, яғни холодильникке. Арпаның үстіне айран құйып тұтынсаңыздар да болады, немесе өзінің сусыны, яғни көженің суын құя отырып тұтынсаңыз, дәмді тамақ әрі салқын көже шөліңізді басады, тоқ болып жүретін боласыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де төменде поделиться бөлімін басып, өз достарыңызбен де бөлісе кетуіңізді сұраймын. Сіздермен болған Замира, астарыңыз дәмді болсын.